Ассалаумағалейкум. Бүгін анти-поворотник істейтін боламыз. Мынандай ВАЗ 2114-ның стеклоподъемнигінен. Бұл жерде дайын фишкасын сатып аласыздар. Менде болмады. Бұл жерде фишкада 7 не бар? Пин бар. Сол 7 пиннің 2 деген мына жерден жазуы бар. Сол 2 деген пиніне плюс бересіздер. 1 мен 7 бұл жерде выход болып есептелінен. Енді 2-ге постоянно плюс беретін боламыз. Бірінші постоянно плюс бар. И одан шыққан 2 поворотникке сізде артта тұрады ғой. Сол 2 поворотникке жалғайтын боламыз осыны. Мынаған плюсті предохранитель арқылы 10 ба сондай қойып жібересіздер. Осыдан алдын аккумулятордан шыққан жеріне немесе замоктың астына қоямыз. Енді минусқа жалғаймыз екеуін. Постоянно минус кузовтан алсаңыздар да болады. Дайындалады. Пиндері дұрыс тимей жатыр. Диодный лампочка болса, одан тез болады. Қалағандарыңыз. Осылайынан антиповоротник болады. Еш қиын жері жоқ. Жұмыс жасасаңыздар болады. Пиндері бір-біріне тиіп қалады. Осылайынан жұмыс жасайды. Еш қиын жері жоқ. Өте оңай, жалғап алсаңыздар болады. Лайк, комментарий сіздерден. Және де ученик қабылдаймын. Мына номерге қазір номер жазып кететін боламын. Осы жерге хабарласатын боласыздар.